деген әркім әртүрлі түсінеді. Неше адам бар, сонша дүниетаным бар. Біреу семіре алмай жүрсе, біреу арықтай алмай жүр. Біреу туыс іздеп жүрсе, біреу туысынан қашып жүр. Біреу келін жақтырмай жүрсе, біреу ұлын үйлендіре алмай жүр. Біреу әке шеше таппай жүрсе, біреу әке шешеден қашып жүр. Біреу зәулім керемет ғимараттың ішінде бақыт таппай жүрсе, біреу кішкентай бөлмені 7 баламен пәтер жалдап бақыттан бас айналып жүр. Сол үшін айналайын Жұмамұрат, бақытты әркім әртүрлі түсінеді. Бақыт деген денсаулық, өміріңе жараған, бақыт деген атанаң жанашып саған қараған, бақыт деген балаң ғой, сыйлық сенен сұраған, бақыт деген Құдай қосқан қосағың ұрпағыңа қараған деді. Бұдан артық не айтасыз? Сосын айналайын Жұмамұрат деді. Адам күліп тумайды, туа салып күлмейді, үйренеді күлуді, және күліп өлмейді. Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, және жылап өледі, өзгені де жылатып. Жылайтыны туарда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлерде жақсылар бар қимайтын дейді. Осы сөздерді орысшаға, ағылшын, қытай, француз тілдеріне аударылмайды. Философиясы Қадыр ағаның өзінің сөзге сондай жүйріктігі басқа тілге аударылмайды. Ғажап Үнжу Маржан. Осы кісілердің қолына мен суын құйдым.